Саламатсыздар ма? Металлургия білім беру бағдарламасына арналған болат өндірісінің теориясы мен технологиясы пәнінен 10-шы дәріс қайта өңделген шойынды пештен тыс өңдеу. Дәріс беруші Әбдіршит Асылбек Мейрамханұлы. Дәрістің жоспарына тоқталсақ, шойынды кремнийсіздендіру үрдісі, екінші домнадан тыс шойынды фосфорсыздандыру, яғни фосфорация үрдісі, келесі домнадан тыс шойынды күкіртістену десульфурация үрдісі, одан кейін шойынды күкіртістену үрдісінің теориялық негіздері, домнадан тыс шойынды күкіртістену үдерістері, негізгі десульфуратордың күкіртістену мүмкіндігі және оларға қойылатын талаптар, домнадан тыс шойынды күкіртістенудің заманауи әдістері. Шойынды кремсіздендіру үрдісі. Домна пешінің негізгі науасында қожды бөліп қондырғысы көмегімен шойынды қождан шығарып ажыратады. Шойын бетіне газ тасымалдағыш ағыммен десиликонды реагент береді. Нәтижесінде науамен ағып келе жатқан шойынды реагент байланыс түседі. Сонымен қатар қозғалмалы науаға шойын құю кезінде және шойын тасыға шөміштерде де реагентпен әрекеттеседі. Кремнийсіздендіру кезінде түзілген шойын мен қож шойын тасығы шөмішке құяды. Металл және қождың шығарылымы аяқталғаннан кейін қожды құйып алып алуға арналған, яғни машина көмегімен қожды бөліп алады. Осы технологияны игеру кезінде шойындағы кремний концентрациясын төмендету үшін салыстырмалы басқа да зерттеулер домна пешінің науасындағы тотықстандырғыш қождамаларын қосу және шойын тасығыш миксерге инжекциялық өңдеу жасалды. Бұл қождаманың химиялық құрамы келесідей. Бұл шойынды кремнийсіздендіруге қолданылатын шекара материалдар тізімі. Бұл жерде домна пешіндегі құйма цехындағы шойынды кремнийсіздендіру. Бірінші науа, екінші қожды бөлігі, айтып өткендей, үшінші қорғаныш бүркеніш қабаты, қозғалмалы науа, содан кейін шойын тасыға шөміш. Бұл яғни қожды құйып алуға арналған машина және қожды ыдыс болып табылады. Қожды кремнийсіздендіруге қолданылатын қождамалардың химиялық құрамына назар аударсақ, бұл жердегі құрамында темір тотықтары, кальций тотықтары, кремний тотықтары, алюминий, титан тотықтары, бөлшектің өлшемділігі 1 мм-0,1 мм кездеседі. Бұл жерде шойынды кремнийсіздендіру кезіндегі, яғни кремнийсіздендіру немесе десиликанизатордың шығыны көріп тұрмыз. Екінші суретте ол десиликанизатордың меншікті шығыны шойынның химиялық құрамына әсері, яғни шығыны көп болған сайын қождың құрамындағы көміртегінің өзгерісі байқалады, марганецтің мөлшері түседі, фосфордың мөлшері түседі, кремний мөлшері түседі. Бұл екінші шойынның құрамындағы температураның өзгерісі. Бұл жерде де температура белгілі бір деңгейде әсер етеді. Келесі шойынды домнадан тыс шойынды фосфорсыздану үрдісі. Сұйық шойын құрамынан фосфорды жою үшін оттегімен үрлеу кезінде ағын мен темір кенді илемдеу қалдығы әк пен балқыма ашпат қоспа немесе соданы қолданады. Шойын құрамындағы кремнийдің болуы шойынға темір тотығын соданы қосу кезінде кремнийдің белсенді тотығын алып келеді. Шойынды десульфурациялау үрдісі құрамындағы кремний концентрациясы азайтқаннан кейін болады. Сондықтан десульфурация операциясы кремсену үрдісінсіз жүргізілмейді. Бұл шойынды содамен үрлеу және үрлеусіз дефосфорацияның сызбасы. Ең алдымен бірінші бұл шойын тасығыш шөміш, екінші жоғары жағында қақпақ, одан кейін
бұл қақпақтың алдында мына 3 конвейер, 4 реттегіш питатель, 5 содаға арналған бункер, 6 темір қалдығындағы темір қалдығы үшін бункер, 7 пневмоматель, 8 түйеуші бункер, 9 сынама мен температураға арналған қондырғы, 10 форманы көтеруге арналған қондырғы, 11 оттегіні жіберуге арналған форма, 12 ұнтақты үрлеуге арналған форма, 13 шаңғыстағыш зот, 14 металл, 15 қож болып табылады. Шойынды алдын ала өндіруге арналған стенд, 5 шойынды дефосфорациялау сатысы, бірінші шойынды кремнийсіздендіреді, екінші шойынды құйып алады, үшінші шойынды алдын ала өндіруге арналған десульфация немесе десульфация, одан кейін шөмішке металды құяды, одан кейін оттекті конвертерге жібереді. Келесі бұл шойынды алдын ала өндіруге, бұл жерде де сызба, бұл шойын келеді, шойын келгеннен кейін жаңағыдай шикром материалдар тигеннен кейін оттектің және азоттың шығымын үрлеу нәтижесінде шлакпен шойынның түзілуі. Шойынды күкіртстену үрдісінің теориялық негіздері. Металлургия өндірісінің барлық сатысында десульфурация үрдісінің физик-химиялық заңдылықтары бойынша термодинамика талдау көрсеткендей, домна және болат балқытуда металлды тиімді десульфурациялау үшін термодинамикалық жағдай жасалынбайды. Сәйкесінше десульфурация үрдісі технологиялық және экономикалық тұрғыдан тиімсіз болып табылады. Сондықтан металлды күкіртстендіру үрдісі пештен тыс өңдеу тиімді және домна мен болат балқыту технологиясын жеңілдетеді. Болат балқыту өндірісінің материалдық және экономикалық деңгейі және жоғары сапалы болаттың кен сорттарын өндіруге анықтайтын факторлар ондағы күкіртті мейлінше аз болуы. Пеште және пештен тыс шойынды күкіртстендіру үрдісін салыстыру кезінде сырттай десульфурациялау кезеңі келесідей оңтайлы факторларға ие. Бірінші, домна өндірісінің өнімділігін арттыру мен және пешке көмір шамдарын үру арқылы шойынның өзіндік құнын төмендейді. Екінші, шойын құрамындағы күкірттің аз болуы оның сапасын арттырады, конвертерде балқыту ұзақтығы және болаттың өзіндік құнын арзандайды. Келесі, шикромның құрамын жеңіл өзгерту мүмкіндігі. Сондай-ақ домна үрдісінде десульфурацияны алып тастау және құрамында күкірт мөлшері реттелмеген шойын алуға жол беру аз кремнийлі шойынды алуға мүмкіндік беретіні дәлелденді. Бұл үрдіс тиімділігін арттыруға қосымша мүмкіндіктер береді. Атап айтқанда, домна қожының негізділігі 1,05-тен 1,1-ге дейін, және 0,85-тен 0,95-ге дейін төмендеген кезде агломераттағы темір құрамы тиісінше 0,7-1%-ға ұлғаяды, кокс шығыны 0,7-0,1-ге дейін төмендейді, ал домна пешінің өнімділігі 1,5%-ға артады. Агломераттың аз негізділігімен оның беріктігі жақсарады және ондағы ұсақ заттардың мөлшері азаяды. Келесі, бұл шойынның күкірттің төмен түсуі нәтижесінде жұптық репрессия теңдеу арқылы есептеуге болады. Яғни темір NS металл құрамындағы күрделі қосылыс түрінде болады. Бұл күкірттің темірмен байланысы кремнийдің мөлшері, көміртекті мөлшері кезінде артады, ал марганецтің және кальцийдің реагенттерін қосымды нәтижесінде бұл жоғарылайды. Физика-химиялық ерекшеліктеріне байланысты пештен тыс шойынды күкіртстену екі топқа бөлінеді. Атап өткендей, кальций натрий қосылыстарын қолдану арқылы белсенді қож түзу арқылы шойынды күкіртстендіру. Келесіне, металлды магнийді қолдану арқылы шойынды күкіртстендіру. Қорытынды, шойынды басқа әдістермен салыстырғанда магний мен күкіртстендіру термодинамикалық, кинетикалық тұрғыдан тиімді. Шойынды тереңдеп күкіртстендіру төмен кремнийлі болатпен жасағанда қол жеткізуге болады. Келесі, домна тыс шойынды күкіртстендіру үрдісі арқылы домна пешінің көрсеткіші жоғарылайды және шойынның түсімі артады. Негізгі десульфуратордың күкіртстендіру мүмкіндігі және оларға қойылатын талаптар. Бірінші, кальций карбиді. Бұл
шойынды кальций карбидінің өндіру тиімді әдісі оны фурма арқылы қорытпаға табиғи газбен бірге үрлейді. Бұл әдістің кемшілігі қосымша қарсы нысан құрылысының қажеттілігі. Келесі ацетилин бөлінуі әсерінен қоршаған ортаны ластайды. Келесі көп мөлшерде қосылу және оны металмен қозым жоғалмау болады. Келесі ұнтақ карбидтерін қолдану себебінен жарылғыш қондырғыларды қолданады. Келесі кальцийленген сода. Бұл реагентті үрдістің бастапқы кезінде металдағы күкірт концентрациясы жоғары болу кезінде өңдейді. Күкірт үрдісі келесі реакциялар арқылы жүреді. Соданы кальциймен инжекциялау үрдісі арқылы шойынның құрамындағы күкіртті біз төмендетеміз. Осы әдіспен соданың күкіртті 15 байланыстыруы, яғни 15%-ға құрайды. Бұл жерде кемшілігі шойынды күкіртсену тереңдігі, көп мөлшерде шаңы түзеді. Соданың шөміш футировкасына химиялық байланысын түзуіне байланысты оның жұмыс мерзімі төмен. Күкірттің қожға металға өту қаупі бар. Өйткені өңделген шойын ұзақ уақыт шөміште қожбен байланса болады. Сода қожды сұйылтады, сондықтан оны шығару қиынға соғады. Келесі әк. Бұл әк бірден бір жақсы күкірт сөндіру етінде қолданылады. Шойында еріген кезде ол яғни реакцияға түсу нәтижесінде болады. Көбінесе шойында шөміште күкірт сөндіру үрдісі 1400 градуста жүзеге асырылады. Бұл яғни барлық осы реакциялар шойын құрамындағы тепе-теңдіктің құрамын басқа шойын құрамындағы күкірт мөлшерімен салыстырғанда 4 есе аз. Яғни кальций тотығы жоғары күкіртсену қасиетке ие. Алайда қатты реагенттің сұйық шойынға қолдану кинетикалық жағдай жасауға қиын түседі. Келесі түйіршіктелген магний және әк қоспасы. Бұның күкіртсену деңгейі 70%. Түйіршіктелген магний ұнтақты сыммен, яғни проволокамен шойынмен күкіртсенеді. Сымның ену тереңдігі қорытпаның физик-химиялық қасиетіне байланысты температурасына байланысты анықталады. Артықшылығы ұнтақ сымды енгізуге арналған қондырғы ықшам болуы цехта қосымша орынды қажет етпейді. Келесі газ тасымалдағышты қолдану шөмішті яғни 95-98%-ға дейін шойынмен толтыру мүмкіндігі. Келесі қалдық газдардың түзілуі барысында басқа әдістермен салыстырғанда аз. Шойынды тыс күкіртсену заманауи әдістері. Бұл бірінші канабара реактор арқылы. Бұл жердегі металл мен қождың фазалық байланысы жоғары және де кальций тотығының қолдану тиімділігі жоғары және де төмен алынған кезде күкірттің мөлшері төмен, яғни температураның жоғалымы 25-30 кельвин. Келесі ол технология Симетал Фелдхаус Сименистің технологиясы. Бұл технологияда әртүрлі материалдар, кальций тотықтары және карбидтері магний қолданады. Бұл ерекшелігі ол қождың төмендеуі және температураның 12-18 кельвинге дейін болады. Бақылау сұрақтарды. Шойында кремсені өтісу мақсаты неде? Шойын құрамында кремний азалу мақсатына қандай қождамалар қолданылады? Өңделетін шойынның химиялық құрамы және температурасына кремнийдің технологиясы қалай әсер етеді? Домнадан тыс шойында фосфорстану үрдісі дегеніміз не? Шойында фосфорстануға арналған қандай реагенттер қолданады? Шойында күкірт сөндіруге қандай реагенттер қолданады? Домнадан тыс шойында фосфорстану реакциясын жазыңыз. Домнадан тыс шойында күкірт сөндіру реакциясын жазыңыз. Келесі шойында алдын ала өндіруге арналған стен сызбасын түсіндіріңіз. Келесі шойында домнадан тыс күкірт сөндіру заманауи әдістерін түсіндіріңіз. Дәріс аяқталды, сау болыңыздар.